Тәуелсіздік жылдары халқымыздың әл-ауқаты артты, жоғары жетістіктерге қол жеткізе алдық. Сіздермен ерен еңбектеріңізбен күш-жігерінсіз бұл нәтижелерге қол жеткізу мүмкін емес еді. Құрметті ардагерлер, сіздердің облыстың өркендеу жолындағы қосқан үлестеріңіз және еңбектеріңіз біз үшін ол ерекше құрмет. В преддверии празднования особого для всех нас праздника мне приятно сообщить, что решением областного маслихата вам присвоено звание «Почетный гражданин Павлодарской области». 30 жыл өтті, біз танымалы мемлекет болдық. Аймағымыз республикада ең мейірімді аймақ болып саналды. Ол бірден. Одан кейін биыл егін де жақсы болды, жақсы өсті. Жастарымыз бізді қуантып отыр. Біздің мемлекетіміз гүлденіп жатыр. Оның бәрі қуанышты жағдай. В настоящее время делается все, чтобы поднять сельское хозяйство. Я выкупил сейчас опытную станцию. На 5-й год встретимся здесь. 100 тонн молока будет ежедневно даваться опытной станции. Марапат алған азаматтардың барлығы өте атақты адамдар. Еңбегі облысымызға сіңген барлықтарыңызды біздің облыстың ардагерлер атынан құттықтаймын. Келешекте еліміз аман, жұртымыз тыныш, мемлекетіміз табыстан табысқа жете берсін деген ниеттеміз. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығымен және бүгінгі атаулы күнмен сіздерді шын жүректен құттықтаймын.